Қайырлы күн. Ата-ана баланың ең алғашқы ұстазы жобасының аясында Гүлшария Шамилевна итальяндық педагог Мария Монтессори туралы таныстырды. Бүгін біз Шаманайх ауданындағы психологиялық, педагогикалық түзету кабинетіндегі Монтессори кабинетіндеміз. Монтессори әдісі 3 негізгі бөлімнен тұрады. Бала, қоршаған орта, ұстаз. Монтессори аймағы бірнеше аймаққа бөлінеді. Күнделікті өмір жаттығулар аймағы. Күнделікті өмірде кездесетін іс-әрекеттерді жасауға үйретеді. Арнайы тақтайшалар. Бұл тақтайшалар арқылы балалар бауды байлауды, түймені ағытып қадауды, түйреуішті қадауға үйренеді. Ыдыс жууды, жемістерді жууды. Сібірткі мен қалақтың көмегімен өзі отырған орындарын тазалауға үйренеді. Ғарыштық аймақ. Қоршаған орта туралы, жер, ғаламшар туралы түсінік қалыптасады. Өз отанының, туған жерінің картасын көре алады. Балаларға көбінесе глобуспен ойнаған ұнайды. Себебі оның пішіні, түсі, дөңгеленуі оларға өте қызық. Мына жерде балалар уақытты үйренеді, ауа райымен, жануарлар әлемімен танысады. Математикалық аймақ. Математикалық материалдар ойлау қабілетінің дамуына көп септігін тигізеді. Монтессори материалы сезімді дамытуды, оған қоса математика әлеміне жетелейді. Сандарды үйренеді. Қанша зат болса, сол цифрды қоя алуды, геометриялық пішіндермен танысады. Әртүрлі өлшемдегі қызыл, көк бағаналар баланың салыстыру қабілетін арттырады. Ұзын, қысқа, үлкен, кіші, сонымен қатар қызыл, көк бағаналардың көмегімен реттік санауды үйренуге болады. Тіл аймағы. Әріптермен танысады. Кедір-бұдыр әріптердің көмегімен жазуға дағдыланады. Әріптердің ағаштан жасалған жазылу үлгісі арқылы дұрыс, әдемі жазуды үйренеді. Сөздік қорларын дамытуға арналған тапсырмалар орындайды. Сенсорикалық аймақ. Сезім мүшелерін дамытатын материалдар әр сезім мүшелерін дамытуды ұсынады. Бұл аймақта қызықты материалдар өте көп. Мысалы, түтікшелі құмыраның көмегімен әртүрлі иістерді ажыратуды, дәм сезуді үйренеді. Бұл аймақта заттың көлемін, түсін, өлшемін, дыбыс ажырата алуы қалыптасады. Ұсақ моторикасы дамиды.